Дана, не істеп отырсың? Ғаламторда отырмын. Ғаламторда уақытты көп өткізуге болмайды. Анам тек пайдалы ақпарат алу үшін ғана қосылу қажет деп айтып еді ғой. Иә, бірақ аз уақыт мультфильм қарауға да болады деген. Уақытты ғаламторда өткізгеннен гөрі далада таза ауада жаттығу жасап, денені сергіткен дұрыс деп ойлаймын. Неліктен ғаламторда отырып уақыт өткізуге болмайды? Адам уақытын өз денсаулығын күтуге, рухани жан дүниесін байытуға арнау керек. Уақытты босқа өткізу ең ауыр өкініш. Кейін өкініп қалуың мүмкін. Өйткені уақытты қайтару мүмкін емес. Қазір өмірді ғаламторсыз елестету қиын. Ғаламтордың пайдасы өте көп. Кітапханаға барып, том-том кітапты қопармай-ақ, оны ғаламтордан да табуға болады. Сонымен қатар, уақытты үнемдеу үшін коммуналдық төлемдер мен ақша аударымдарын ұзын сонар кезекте тұрмай, үйде отырып, ғаламтор арқылы төлеуге болады. Әрине, бұл сөзіңмен келісемін. Пайдалы тұстары сан алуан. Дегенмен, зиянды жағында ескеру керек. Қаншама жасөспірім ғаламтор ойындарынан шыға алмай жүр. Одан бөлек, компьютерді шамадан тыс пайдаланса, зиянды сәулелерге ұшырау қаупі бар. Мен бәрін түсініп тұрмын. Сенікі де дұрыс. Менің ғаламторда отырғаныма біраз болды. Денемді сергітіп, жаттығу жасағым келіп тұр. Бірге жаттығу жасайықшы. Жарайды, өте жақсы. Жақсы болып қалдым. Алан, сенің келгенің жақсы болды ғой. Әйтпегенде мен ғаламтордың қызығынан шыға алмай әлі отырушы едім. Уақыт өткізудің тағы бір пайдалы тұсын айтайын ба? Енді үйге барып, анамызға түскі ас пісіруге көмектесейік. Иә, бұл ойың маған ұнап тұр. Кеттік.
күніне қанша уақытыңызды ғаламторда өткізесіздер? Барлығымызға мәлім, қазір ғаламтор ол заман талабы, 21 ғасырдың заман талабы. Барлығымызды бұл желіде өткіземіз, ғаламторды барлығымыз қолданамыз. Соның ішінде қанша уақытыңызды арнайсыздар? Жақсы, енді екінші сұрағымызға көшсек, қай әлеуметтік желіні жиі пайдаланасыз? Әлеуметтік желілерге біз нені жатқызамыз? Яғни Facebook, Instagram, WhatsApp, тағы да басқа желілерді жатқызамыз. Соның ішінде көп қолданатын желіңіз қайсысы? Үшінші, ғаламторды жұмыс үшін пайдаланасыз ба? Әлде демалғанда ма? Бұл жерде жұмыс дегенде, яғни өздеріңізге қажетті ақпараттарды алуға болады. Демалған кезде қызықты видеороликтер көруге болады, фильмдер қарауға болады. Осының ішінде қайсысын пайдаланасыздар? Төртінші, соңғы рет қай білім сайтын қарадыңыздар? Жалпы, қандай білім сайттарға кіресіздер? Соның ішінде соңғы қараған білім сайтыңыз. Енді келесі сіздерге бүгінгі ғаламтордың пайдасы мен зияны жайлы айтып кетсем. Қазір ғаламтордың әлеуметі асып тұр. Себебі ғаламтор пайда болғалы, кітап оқитындардың қарасы азайған сыңайлы. Алайда ғаламтор бұрыннан сусындап келген, кітаптың орнын баса алады ма? Бүгінгі күні кешегі бабаларымыздың шамның жарығымен кітап оқуы ескі заманның артта қалып, жаңа технологиялардың саны артып, ғылым күннен күнге даму үстінде. Соның бір парасы әлемді торлаған ғаламтор. Болашағы зор ғаламтордың пайда болғаннан бері халық кітап оқудан қалды деуге болады.